Не үшін ауыстырдың деп ішім күйді. Сол бірақ доп үшін бе? Жоқ, мен ондай сылтауды қабылдамаймын. Салақтың тасағындай тым ұсақ себеп қой. Қақпаны көрсе болды, ешкімді көрмей қалады. Сенегалдан бастайық досым. Садио Мане. Сенегалдан кетуін қалай жүзеге асты? Анам футболды жек көретін. Ал мен анаммен өстім. Оның ойынша футбол уақытты бос өткізу. Дым пайдасы жоқ зат. Бәлкім біздің ауылда ешкімнің табысқа жеткенін көрмегеннен соң шығар. Ауылда футбол ойнағандар көп болды. Бірақ ешқайсысы жетістікке жетпеді. Соңында Астана футболшылары секілді ЛЛФ жұлдызы болып кеткендер өте көп. Бір жерден оқып ем, сен расымен ауылдан қашып Астанаға дейін барған екенсің. Иә, бізге жақын ауылда бір жігіт болды. Ол да футболды жақсы көретін. Мен оған, маған сәл ақша бере тұршы. Менде тек жол ақысын төлейтін қаражат бар дедім. 8-10 сағаттық жол жүрдім. Солай болды. О кезде неше жаста едің? 16-та едім. Вау. Иә, 16-дамын. Таңмен мектепке дайындалатынмын. 5-6 шамасында. Сол күні қашып Дакарға кетіп қалдым. Бір апта бойы отбасым мені көрмеді. Үйде үлкен шу шықты. Мен ауылдың сыртында алғаш рет сонда шыққам. Бүкіл өмірім ауылда өтті. Тіпті ауылдан 18 шақырым ұзапта көрмегенмін. Бұл жағдайда не оларын елестету қиын. Өте үлкен тәуекел еді. Отбасым, достарым бәрі мені іздеді. Дакарға қашып кеткенімді білгенде, мені тауып алып, қайта ауылға алып кетіп, көтімді айырды. Иә, таяқты жаман жедім. Сосын не болды? Қалай қайта шықтың? Отбасыма анашым оқу менікі емес. Бірақ сіз үшін бір жыл тағы оқимын. Бірақ егер қолдамасаңыздар, мен тағы кетем, айтқаным айтқан дедім. Ішімнен бір күш, бар, қолыңнан келеді дей берді. Мен ешқашан берілмедім. Ақыры отбасым, бізде таңдау жоқ, бұл бала қоймайды, ендеше оған көмектесейік деді. Солай мен академияға түсіп, 6 ай оқыдым. Сосын Францияға кеттім. Вау. 6 айдан кейін ақ алғашқы келісімшартқа қол қойдым. Барлығы өте тез болды. Ал енді Франция. Сол жаққа көшкенде ең қиын нәрсе не болды? Африкадан Еуропаға көшу. Барған кезде өте суық болды. Есімде, Францияға 2011 жылдың 5 қаңтарында келдім. Қыстың дәл ортасы. Қонған сәттен бастап аязды сезе бастадым. Түсте шамамен бірде қондым. Барлығы қолғап киіп алған. Аяз. 5 минуттақ мұздап қолдарымды сезбей қалдым. Бірақ бәрібір шыдайын дедім. Бапкер менің үстіме қарап, «Садио, тым қалың киініп алыпсың. Киім ауыстыратын бөлмеге барып дұрыстап киініп кел» деді. Сол сәтте раздевалкаға келіп, ып-ыстық су жинап, қолымды соған салдым. Бұны ешкімге бұрын айтқан емеспін. Сол түні 2-3-ге дейін ұйықтай алмадым. Ауырсындым, қолдарым быт-шыт болды. Қайдан білейін, ыстық суға үсіп қалған қолдарымды сала қойғам ғой, өліп қалдым деп ойладым. Саған бірден жақсы сабақ болыпты, ә? Достар, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Лайк, комменттермен көмек көрсетсеңіздер, видеоның тез тарауына ықпал етесіздер. Франциядан кейін Зальцбургке кеттің. Ральф Рангниктің рөлі қаншалықты маңызды болды? Ральф мені Франциядан алып Зальцбургке әкелгенде базалық ең маңызды нәрселерді үйрете бастады. Бізде бас бапкер Роджер Шмидт болды. Ол маған, сенде талант бар, күш бар, шапшаңсың, бірақ тактика жағынан нашар. Сен біраз қиналасың деп айтатын. Ол Ральфпен үнемі сөйлесіп, бұған көмектесу керек. Мықты қырларын түсіндік. Енді ол команда не талап ететінін білу керек дейтін. Бұл менің карьерамдағы ең үлкен бұрылыс болды. Өйткені дәл сол жерден мен Ливерпульге жол аштым. Неге десең, мына қызықты тыңда. Сол кезде Клоп Дортмундта болатын. 2-ші маусымда Клоп маған қызығушылық танытқан. Зальцбургтың прессинг стилі Дортмундтың сол уақыттағы ойынымен бірдей еді. Мен Клоппен кездескем, ол мені Дортмундқа алғысы келген. Бірақ бәрі ойдағыдай болмады. Кейін ол Ливерпульге келді. Мен де Саутгемптонға кеттім. Яғни араға жылдар салып, ол маған қайта қоңырау шалды да, бұрын сенің Дортмундта болмай қалған трансферің менің қателігім болды. Енді не дейсің? Англияда бірге жұмыс істеп көреміз бе деп тік сұрады. Дәл сол кезде сенің командаң Манчестер Юнайтедте маған хабарласты. Не дейді? Мен Ван Галмен сөйлестім. Сен Юнайтедке келу мүмкін бе еді? Иә, Ван Гал ғой звондаған. Ол кезде командаңда Руни бар еді, Ди Мария бар еді. Златан болмады ма ол кезде? Жоқ, Депай болды. Олар маған қызығушылық танытып, ақыры сатып ала алмай қалғанда, олар Марсиальді сатып алды. Ван Гал өзі маған қоңырау шалды да, ол маған, «Мане, қалайсың?» деді. «Мен сені Манчестер Юнайтедке келсең деймін» деді. «Саған жаңа деңгейге өсуге көмектесеміз, сен де бізге көмектесесің. Сенің топ футболшы болатыныңа күмәнім жоқ» деді. Менде тек жалғыз сұрақ болған еді. Сіздерде Руни, Ди Мария, Ван Перси, Депай секілді футболшылар бар. Мен қайда және қанша уақыт ойнайын дедім. Ол, «Мен сенің талантыңды білем, сен мықтысың. Егер жаттығуда өзіңді жақсы көрсетсең, ойнайсың. Бірақ бізде басқа да жақсы ойыншылар бар» деді. Мен оның сөздеріне аса нанбай қалдым. Бірнеше күннен кейін клуб маған тағы хабарласты. Мен агентіммен және отбасыммен кеңесіп отырдым. Сол кезде мен
Юнайтедке толық дайын емес едім. Жас болдым. Маған әлі өзімді бағыттап көмектесетін адам керек еді. Тағы 1-2 жыл қажет болатын. Саутгемптонда да мен әлі тұрақты емес едім. Сондықтан көреміз дедік. Өйткені Тоттенхэммен де кездесуім бар еді. Бір аптадан кейін мен Тоттенхэмнің жаттығу базасына бардым. Жағдайды көрдім, бапкермен кездестім, сөйлестім, және мен Манчестер Юнайтед жобасына қарағанда Тоттенхэмге көбірек сендім. Себебі Юнайтедте тым көп жұлдыз ойыншы болды. Бұл мені ойға салып қойды. Сосын мен Почеттиноға агентіммен келісіңдер, бәрін реттеңдер, мен Тоттенхэмге келем дедім. Үйге қайттым. 3 күннен кейін маған клуб хабарласты. Өзіме, міне, менің трансферім осы, дұрыс шешім осы дедім. Мен соған барғым келеді деген ой бірден түсті. Мен клубқа саған сөз берем. Егер бәрі келісілсе, келем дедім. Сол кезде Ливерпуль тіпті чемпиондар лигасында да жоқ еді. Ал Тоттенхэм чемпиондар лигасында ойнап жүрген. Бұл Ливерпуль үшін емес, клуб үшін болды ма? Яғни сені клубтың жаттықтыру стилі қызықтырды ма? Клуб маған хабарласып, сен Дортмундқа келмегенің тікелей менің кінәм деді. Ал мен сол кездері қатты ашулы болғам, өйткені Дортмундқа көшкім келген еді. Клуб тіпті кешірім сұрады. Ол маған, біз ешкім қарсы ойнағысы келмейтін команда құрамыз деді. Егер бірге өссек, сен барлық ойында ойнайсың деді. Ай, нағыз керек сөз осы ғой. Ол осыны айтқанда, бұл дәл мен іздеген жоба болды. Ол, біз мықты команда құрамыз, және сен әр матчта ойнайсың деді. Мен сендім дегенмен, братан, бірақ онда Каутиньо бар ғой дедім. Ол да сол жақ қапталда ойнайды. Фермино бар, Дэниел Старридж бар дедім. Мен яғни қалай болады? Ал ол, жоқ, сен бәрібір ойнайсың деді. Мен ештеңеге қарамайым деді. Мен жақсы, тек келісімді реттеңдер дедім. Маған ештеңе қызық емес, тек Ливерпульге барғым келеді. Жалақыма, басқама бәрібір маған ойын керек. Саутгемптонмен келісіңдер, мен қолымды қоям дедім. Қалғанын агентіме айттым. Тұрда жұмысын істе, бәрін ретте дедім. Енді сен Ливерпульге келдің. Және заманауи футболдағы ең мықты шабуыл үштігінің бірі болдың. Шабуыл стиліне жаңа дем берген трио. Саған Фермино, Салах, Мане, сол атау не білдіреді? Көп нәрсе білдіреді. Біздің бәріміздің мінезіміз, болмысымыз әртүрлі, бірақ дәл осы айырмашылық бізді мықты етті. Біреу төмен түссе, біреу жүгіреді. Біреу шабуылдайды, біреу пас береді. Осы комбинация бізді күшейтті. Және бізде ұстаз сияқты бапкер болды. Клуб. Ол әр ойыншыға жеке жауапкершілік берді. Тіпті әлеуметтік өмірімізде де жанымызда болды. Юрген Клоп біздің барымыз болды. Ол сені күн сайын мотивацияға тойдыратын. Егер сен клуб үшін күресе алсаң, оған жан тәніңмен берілсең, ол сен үшін тіпті өмірінде беруге дайын болатын. Біз ойыннан ләззат алатын едік. Көзімізді жұмсақта бір-бірімізді түсінетінбіз. Әр ойыншы не істеу керектігін білетін. Бұл таңғажайып еді. Ливерпуль мен үшін ерекше клуб. Клоппен ұрысып қалған кездер болды ма? Мен Фергюсонмен кезінде талай ұрысып қалғам. Болды. Ливерпуль Манчестер Юнайтед матчы. Ойынның алдында қолын алғым келмеді. Жоқ, алмайым, не үшін алуым керек деп кетіп қалдым. Неге? Бәрі жаттығуда басталды. Мен стартта шығуым керек еді. Тренкада келе жатқан оңай допты жоғалтып қойдым. Ол мені бірден ауыстыра салды. Не үшін ауыстырдым деп ішім күйді. Сол бірақ доп үшін бе? Жоқ, мен ондай сылтауды қабылдамайым. Салахтың тасағындай тым ұсақ себеп қой. Ертеңіне матчқа қоймады. 4-0 ұттық. Бірақ болды, менің көтім тырысып қалды. Матчтан кейін неге қолын алуым керек? Алмайым наху дедім. Келесі күні маған SMS жазды. Не істейміз, қайтадан достасамыз ба, әлде көтім қатты тырысып қалды ма? Кел, сөйлесейік, офисқа кел. Бардым, сөйлестік, шештік, бітті. Ол сондай адам. Ұрсып тастауы мүмкін, бірақ ертең бәрін реттеп тастайды. Бұл клубтың қызық фишкасы. Сен үшін Роберто Фермино не білдіреді? Ерекше. Мүлде ерекше, бөлек қой. Себебі мен өмірімде Боббидей супер топ деңгейлі футболшыны көрген емеспін. Шын айтам, мұндай тиммейт болған жоқ менде. Жалпы менің үйімде ілулі тұрған жалғыз жейде Боббидің жейдесі. Рас па? Иә. Ол бөлек қой. Бобби доппен жасаған дүниені мен жасай алмайтынмын. Және біреу Бобби сияқты жасаған өмірде көрмегем. Не жағынан? Пас, финт па, не? Футболдың өзі. Ол ештеңеге көңіл бөлмейді. Өмірге деген көзқарасы бөлек. Мысалы, Салах гол соқса қуанады. Мен соғам қуанам. Бобби гол салса да, салмаса да, оны ауыстырса да, 0 эмоция. Мен болсам ондайға ренжеймін, жынданам, факт. Салах та ренжуші еді. Солай болса. Біз ойыншылар сондаймыз. Өзімшілміз, гол, жеке нәтиже туралы ойлап жүреміз деген сияқты. Бірақ Бобби мүлде басқаша. Кейде оған қарап сұрайтынмын. Сен қандай адамсың вообще? 0 негатив. Біреуге ренжіген өмір көрмеппін. Саған ол жай футболшы әріптес емес қой, Жоқ, футболшыдан да жоғары. Адам ретінде. Өзі сондай. Қазір футболда ондай адамдар өте аз. Сен жақсы білесің ғой, Рио. Сондықтан Бобби мен үшін
жай футболшы емес. Окей, ал енді Мо Салах. Топ ойыншы. Мықты ойыншы. Мықты ойыншы. Сен екеуінді көргенде мен Руни Роналдуды есіме алам. Ішкі бәсекелестік болды ғой. Мен және Видич ол да бәсекелестік еді. Үздік болғымыз келетін. Салах екеуінді көргенде сондай ой қалыптасады негізі. Иә, бәрі солай дейді, бірақ Бұл жаман нәрсе емес қой? әрине, мен де соны айтқым келеді. Мен өзі тыныш сабырлы адаммын. Бәрімен жақсы болам. Мо да жақсы адам. Кейде ол маған пас береді, кейде бермейді. Мен де кейде берем, кейде жоқ. Сол жерде Бобби ғана, мыналар не істеп жатыр деп қойет етеді. Бір матч есімде. Мен қатты ашуландым, ол маған бос қақпаға пас бермеді. Бёрнли ма, иә? Бёрнли ғой? Иә, дәл сол. Стадионда болдым, сен түрінді көрдім. Иә, ойыннан кейін қатты ренжілі болдым. Ертеңінде Мо өзі келді. Жақындап, Садио сөйлесеміз бе деді. Ол мен әлі ренжулі деп ойлап жүр екен. Өйткені матчтан кейін сөйлеспедік. Келдік, отырдық. Мен саған әдейі пас бермедім деп ойлама. Гол соққым келді, рас. Бобби соқты, сен соқтың. Мен дым ойланбадым. Сол сәтте сені көрмедім де. Саған деген қызғаныш немесе жеке проблема жоқ. Егер сені көрсем, дым ойланбай пас беруші едім деді. Мен де, жарайды, бро, мәселе жоқ. Бірақ сенің деңгейіңмен маған жиірек пас бере аласың ғой дедім. Сол күннен кейін шыны керек біз тіпті жақын болып кеттік. Страйкерлер ғой. Мо қақпаны көрсе болды, ешкімді көрмей қалады. Сол кезде мен оған Мо, үздік сұрмерген болғың келсе көмектесем. Соны біліп жүр. Әрине, мен де гол соққым келетін, дегенмен оның голдарға деген құлшынысы көбірек болды. Сондықтан мен оған көмектескім келді. Пас беріп, астыға көбірек түсіп жүрдім, пенальтиді Моға толық бердім. Өйткені сондай микс керек болды біздің триомызға. Біреу қара жұмысты қолға алмаса, барлығы бірдей болса, жұмыс жүрмейтіні анық емес пе? Сонымен қатар Хендерсон секілді айғырларды күнде көресің. Олар жаттығуда өлейін деп жатса да артқа қайтатын. Мен ондайды көрсем қарап тұра алмаймын. Мысалы, Роббо бар емес пе? Ол менің мансабымдағы ең сүйікті әріптесім. Екеуміздің табиғи түсіністігіміз болды. Бір көзбені атып, бір-бірімізді ұға беретінбіз. Және бір-бірімізге қатты көмектесетінбіз. Көттерімізді жауып жүретінбіз. Мысалы, ойын алды Робертсонге қарсы өте мықты вингер ойнайтыны белгілі болғанда, жаттығуға келе салып болмаған, «Ей, сен маған көмектес, ертең мен де саған көмектесем» дейтін. Мен оған кеңірек ойнай бер, қорықпа, қапталдың ішкі жағын өзім алам деп, ойын барысында өліп тұрсам да қорғанысқа қайтып, Роббоға көмектесіп жүретінмін. Джинни Вейналдум да сондай еді. Біз үшін көп жүгіретін. Кейде бір-біріміздің позицияларымызды ауыстырып жүре беретінбіз. Ол Клоптың ойлап тапқан тактикасы. Окей, соңғы сұрақ. Ливерпульден не үшін кетіп қалдың? Кенеттен ешкім түсінбей қалды. Және Саудиден бір-ақ шықтың. Осының барлығын бізге айтып берсең. Білесің бе, менің өмірім сынақтарға толы. Және футболда да солай болғанын қаладым. Ливерпульде 7-8 жыл өткізіп барлығын ұттым. Сондықтан жеке өзіме жаңа челленджі керек еді. Сол сәтте Бавария табыла қалды. Олар өте белсенді болып, осы трансфердің болуына атсалысып, қатты қалаған соң, мен окей, онда күтіңдер, мен Германияға барам дедім. Ал Сауд Арабиясына қалай кетіп қалдың? Баварияда небәрі бір-ақ маусым өткізіпсің. Иә, жағдай солай болып қалды. Негізі Баварияға көшпесем, бәлкім Арабияға да бармайтын бе едім деп ойлайтынмын. Сол кезде Саудиялық лиганың мақсаттары айқын болды. Олар әлемнің үздік ойыншыларын тартып, мықты лига құрғысы келді. Агентіме біраз ұсыныс келді. Арабтардан да, Еуропадан да. Мен тек күттім де. Соңында отбасымен ақылдасып, таңдаймыз дедім. Жиналып Аль-Насрдың талаптарымен қойған мақсаттары менің сол жобада болғанымды қалағандығы ұнады. Және мұсылман елі болғандықтан, отбасыма да керемет болғандықтан таңдау осы клубқа түсті. Айналаң мұсылмандарға толы болған керемет. Мысалы, Рамазан айында бір қызық болды. Көшеде кетіп барам. Ауызашар уақыты жақындап қалды. Бейтаныс адамдар жиналып соған дайындалып жатыр. Мен қастарынан өтіп бара жатқанда, бауырым келсейші, бізбен бірге ауызашарға қатыссай деп шақырды. Мен оларды танымаймын, олар да мені танымағаны анық болып тұрды. Бангладештің жігіттері екен. Өте керемет сезім сыйлады. Әрине, мен қалып бауырларыммен оразамды аштым. Керемет. Соңғы сұрақ. Қазір киім ауыстыратын бөлмеде күнде бір адамды көріп жүрсің. Қалай екен? Криштианомен бірге жаттыққан қалай екен? Достар, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Лайк, комменттермен көмек көрсетсеңіздер, видеоның тез тарауына ықпал етесіздер. Мен онымен жеке таныс емес едім, бірақ ол туралы барлық жерден қандай профессионал екенін естисің ғой. Шын өмірде дәл солай екен. Жасы 40-қа келсе де, жеңіске деген құлшынысы, жаттығуға деген аштығы таң қалдырады. Ондай ойыншыны өмірімде көрмегем. Жаттығу оның қанында бар секілді. Адамдардан ерте келіп алады. Жаттығуын ерте бастайды да бізбен бірге аяқтайды. Ешқашан кешіккенін көрмеппін. Не деген менталитет, не деген профессионализм. Роналду расымен де әлемнен бөлек футболшы.